Саламатсыңдар ма балалар? Ана тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтін. Оқығанның көзі ашық. Бүгінгі сабақта мәтінге не жататынын білесің. Жасырын сөздерді табасың. Мәтін бөліктерін ажыратасың. Сурет бойынша мәтін құрайтын боласың. Оқуда озат боламын, білімім тасып толамын. Мектепке барып күн сайын тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын, қашан да таудай талабым. Тәп-тәтті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Балалар, бірінші жаттығуға назар аударамыз. Алдымен мәтінді оқып көрейік. Оқығанның көзі ашық. Одан кейін мәтін бөліктерін өз орнына қоямыз. Ешкімнен көрген жоқпын, кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз? Деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан дедім мен. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің, әке? Деп сұрады Жанна. Балалар, мәтін бұл жерде неше бөліктен тұрады? Сендер мәтіннің мазмұнын түсіндіңдер ме? Бұл жерде мәтін бөліктері ауысып кетіпті. Олай болса, мәтін бөліктерін өз орнына қойып, қайта оқып шығайық. Сол кезде сендерге мәтін түсінікті болады. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің, әке? Деп сұрады Жанна. Енді екінші бөлігін оқып көрейік. Бұл мәтіннің басы. Енді мәтіннің жалғасын оқимыз. Ешкімнен көрген жоқпын, кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз? Деп сұрады. Ал енді осы мақал қандай мағынаны білдіретінін үшінші бөлігінен мәтіннің соңынан тыңдап көреміз. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан дедім мен. Балалар, мәтін сендерге түсінікті ме? Мәтін неше бөліктен тұрады екен? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлік мәтіннің басталуы. Мұнда Жаннаның қолына сия жұқтырып алғаны жайлы айтылған. Екінші бөлік мәтіннің жалғасы. Мұнда мақал берілген. Оқыған адамның көзі ашық. Үшінші бөлік мәтіннің аяқталуы. Яғни мұнда мақалдың мағынасы айтылған. Балалар, сендер көп оқысаңдар, көздерің ашық болады. Көп нәрсенің сұрағын білетін боласыңдар. Сондықтан да көп оқуға талпыныңдар. Ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең, осылардың барлығы мәтінге жатады. Сондықтан да сендер ертегіні, жұмбақ, мақал, әңгімені, өлеңді көбірек оқыңдар. Олай болса, екінші жаттығуда берілген сөздерді, сөйлемді көркем жазыңдар. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. Көркем, өте қатесіз, әдемі етіп жазамыз. Үшінші жаттығу. Тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішінде жасырынған сөзді тап. Бірінші дөңгелекке назар аударамыз. Мек, теп, яғни мұнда Е, Т, П әріптері түсіп қалған. Сонда бізде мектеп деген сөз шықты. Екінші дөңгелекке қараймыз. Дәп, Т, Е-ір, дәптер. Мұғалім, мұғалім.
Демек балалар, бізде мектеп, дәптер, мұғалім деген сөз шықты. Балалар, қосымша жұмыс жасап көрейік. Сурет бойынша мәтін құрастырыңдар. Және ұстаздарыңа кері байланыс жасауды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.